Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы тұшпара әзірлейтін боламыз. Бізге алдымен мискамызға ұнымызды салып, үстіне бір жұмыртқамызды салып аламыз. Одан кейін кесеге жылы суымызды, шым-шым тұзымызды және сұйық майымызды құйып араластырамыз. Одан кейін оны ұнымызға құйып илейтін боламыз. Өте қатты қылмай, жұмсақ теста дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ теста дайын болады. Оны 20 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Менде өзіміздің қолдан жасалған фарш, үстіне 2 пиязымызды аршып, ұсақтап араластырамыз. Және де қара бұрыш дәміне қарай саламыз. Сіздер тұз қоссаңыздар болады. Менде ет тұздалғандықтан ет қоспадым. Барлығын араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін тынған нанымызды, тестамызды жаятын боламыз. Теста міндетті түрде жұқа, өте жұқа болмау керек. Көріп тұрғандарыңыздай тестамыз тынған және оңай жайылады. Оқтаудың көмегімен ұн сеуіп отырып жаямыз. Тестамыз өте жұмсақ болғандықтан жабысып қалуы мүмкін, сондықтан әр жайған сайын ортасына ұн сеуіп арқылы ұнның көмегімен жаямыз. Менің тестамның қаншалықты қалың екендігі барлығы видеода көрінген. Өте жұқа емес, қалыңырақ, орташа деңгейде жайып кесетін боламыз. Сіздер формаға салып дөңгелек түрінде тұшпараны қалай түйесіздер, соған байланысты түйсеңіздер болады. Мен 4 бұрыш қылып турап аламын. Маған солай түйген ыңғайлы. Өз қалауларыңызға байланысты түйесіздер. Барлығын біркелкі мөлшерде кесіп аламыз. Ұштарын мен кесіп тастаймын, өйткені олар қазір тұшпарамызды түйген кезде артық болып шығып қалады. Мінекей дайын болған тұшпараның тестасы міне дәл осылай кішкентай көлемдегі 4 бұрыш болып шығады. Міне бағана дайындап қойған фаршымыз. Осылай кішкентай ғана мөлшерде салып, жан-жағын бекітіп, 2 ұшын бір-біріне қосамыз. Сонда осындай әдемі тұшпарамыз шығады. Барлығын түйіп болғаннан кейін тағамымызды дайындауға кірісеміз. Құры суға қайнатып пісіріп алсаңыздар болады. Болмаса, мен сияқты ішіне подливын жасап, сорпа күйінде ішсеңіздер де болады.
Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып араластырамыз. Пиязымыз алтын түске еніп қызарған кезде томат пастасын салатын боламыз. Томат пастасын салып, біраз араластырып алғаннан кейін үстіне картошкамызды саламыз. Сіздер бұның бәрін қоссаңыздар да, қоспастаңыздар да болады. Бірақ дәл осылай жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Картошкамызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, суық құямыз. Суымыз мінеке қайнады. Үстіне бағанағы түйген тұшпараларымызды саламыз. Мен тұшпараларды түйіп алғаннан кейін мұздатқышқа салып қатырып алдым. Сол себепті бір-біріне жабыспайды. Өздеріңізде көріп тұрғандай видеода тұшпаралар өте бір жақсы қатырылған, және де бір-біріне жабыспайды. Піскенде де дәл солай шығады. Дайын болған пельменімізге, тұшпарамызға, қалауларыңызға қарай көкөністер қоссаңыз болады. Мен сельдерей қостым. Сельдереймен өте дәмді болады. Ас болсын.